Сәлем, құрметті көрермен. Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше, жүрекке жылу сыйлайтын, ұзақ әрі ғажайып ертегі дайындап қойдық. Біздің арнамызда осындай әдемі ертегілер, қызықты оқиғалар мен шабыт сыйлайтын әңгімелер көп болады. Сондықтан арнаға жазылып, қасымызда болуды ұмытпаңыз. Ал енді жайланып отырып алыңыз, себебі сізді әпке мен сіңлі арасындағы ғажайып, шынайы махаббат туралы керемет ұзақ ертегі күтіп тұр. Ерте заманда, көз жетпейтін шалғайдағы шексіз жазықта бір әдемі ауыл бар еді. Бұл ауылда бәрі тату-тәтті өмір сүретін, ал ең ерекше жандар әпкелі сіңлі Ақнұр мен Айсәуле болатын. Ақнұр ақылды, сабырлы, үлкен әпке. Әрқашан сіңлісінің қамын ойлап, оған өмірдің әр қырын үйретуге тырысатын. Ал Айсәуле көзі мөлдіреген, жүрегі таза, қиялына қанат бітірген кішкентай қыз еді. Олардың арасында көзге көрінбейтін, бірақ сезімге анық білінетін ерекше бір нәзік байланыс бар еді. Күндердің күнінде ауыл маңындағы орманда ғажайып бір оқиға орын алды. Ауыл адамдары орман ішінде жарқыраған сәулені байқады. Барлығы қорқып, жақындауға жүректері дауаламады. Бірақ Ақнұр мен Айсәуле бір-біріне қарап, үндеместен келісіп алды. Екеуі бірге орманға аттанды. Орман іші тып-тыныш, тек самал желдің сыбдыры мен алыстан естілген құстардың әні ғана естіліп тұрды. Олар жарқыраған сәуле шыққан жерге жеткенде, алдарынан әдемі бір ғажайып есік пайда болды. Дәл ертегідегі сияқты алтынмен әшекейленген есік. Ақнұр сіңлісінің кішкентай қолынан ұстап, «Қорықпа, Айсәуле, біз бірге болсақ, бәрін де жеңеміз» деді. Айсәуле әпкесіне сеніммен бас изеді. Олар есікті ашып ішке кірді. Ішінде таңғажайып әлем бар еді. Алтын бақтар, күміс өзендер, сөйлейтін ағаштар мен қалықтап жүрген кемпір қосақтар. Бұл ертегі әлемі болатын. Бұл әлемнің иесі Ақшаңқан ханшайым еді. Ол әпкелі сіңлі қыздарды көріп жылы жымиды. «Сендердің жүректеріңдегі сүйіспеншілік пен сенім мені құтқара алады. Мен зұлымдықтың тұтқынында қалдым, ал босануым үшін шынайы махаббат керек» деді. Ақнұр мен Айсәуле ойланып жатпастан көмектесуге келісім берді. Олар ханшайымды құтқару үшін 3 үлкен сынақтан өтуі керек болды. Бірінші сынақ төзімділік өзенінен өту. Өзен бойында әр түрлі айлакер дауысы естіліп, оларды адастыруға тырысты. Бірақ әпке мен сіңлі қол ұстасып, бір-біріне сеніп, өзенді аман есен өтті. Екінші сынақ шындық алаңында өз шынайы сезімдерін мойындау. Айсәуле кішкентай жүрегіндегі қорқынышын мойындады. «Кейде мен сенің қамқорлығына лайық емеспін деп қорқамын, әпке» деді. Ақнұр сіңлісін құшағына алып, «Сен менің ең үлкен сыйымсың» деп жауап берді. Үшінші сынақ батылдық тауына шығу. Қиын да биік тау болатын. Қарлы боран соғып тұрды. Бірақ Ақнұр Айсәулені арқалап, ал Айсәуле әпкесіне рух беріп, бірге шың басына жетті. Осылайша олардың жүрегіндегі мейірім, адалдық пен сенім ханшайымды құтқарды. Ал ханшайым оларға ерекше сый берді, кез келген қиын сәтте бірге болуға мүмкіндік беретін ғажайып күміс жүрек. Екеуі ауылдарына қайтып келді, бірақ бұрынғыдан да жақынырақ, бұрынғыдан да мықтырақ болып оралды. Ақнұр әрқашан сіңлісінің тірегі, ал Айсәуле әпкесінің шапағат нұрына айналды. Олар бірге көп ерлік жасады, ауылға көмектесті, кішкентайларға ертегі айтып, үлкендерге үміт сыйлады. Өмірлерінің әр сәтін бірге бөлісіп, махаббаттың мәңгілік екенін дәлелдеп өтті. Осылай әпке мен сіңлі өмір бойы бірге болып, ғажайып ертегі әлемінде де, шынайы өмірде де бақытты ғұмыр кешті. Құрметті көрермен, егер осы ғажайып әпке мен сіңлі туралы ұзақ ертегіні соңына дейін тыңдаған болсаңыз, сізге жүректен шынайы алғыс айтамын. Сіздің қолдауыңыз бізге жаңа әдемі ертегілер жасауға шабыт береді. Сондықтан арнаға жазылып қасымызда болыңыз. Келесі кездескенше, қымбатты достар. Арманға сеніңіз және жүректегі жылулықты ешқашан жоғалтпаңыз.